Hürmetli halayık, bugün Askelepidегі klinika ашылып жатыр екен, ашылған клиникамыз құтты болсын. Халыққа қызмет істеп, ауырай менен құлайым емдеген науқастары тәуір болып, қолдары шипалы болып, істеген операциялар сәтті болып, Алла ауырай беріп, бар уақытта аман жүрсін. Жақсы күндер. Қазіргі таңда біздің тұрғындарымыз әртүрлі көз ауруларына байланысты, оған емдеуге байланысты, сонау Астана кетіп, Алматы кетіп жүр. Бұлардың барлығы осы өзімізден шешіліп жатса, осы жерден қаралатын болса, бұл енді әрине үлкен қуаныш. Аман, тыныш болсын. Жақсы күндер. Жекеменшік медицинаның дамуы да қарқынды жүріп келе жатыр. Мысалға айтатын болсақ, біздің облыстың өзінде 40%-ден астам халық қазіргі кезде жекеменшік мекемелерге тіркелген. Содан бөлек жалпы кабинеттер, немесе үлкен көп салалы бағыттағы жекеменшік мекемелерде қызметті атқарып, халықтың алғысына ие болуда. Бұл енді өздеріңіз көріп отырғандай, мына белгілердің жазылған есі барлығы да осы алға қарай сәттілікке, сіздерге биікте көрінуге деген тілектер. Қабыл алыңыз. Сыйлықтарыңызға, тілектеріңізге үлкен рахмет айтамыз. Олай болса, осы әжеміздің жолын берсін дейміз. Осындағы барлық әріптестеріне. Ал шашуларымыз шашып, ішке қарай енейік. Аскелепі клиникасы құтты болсын. Хоп. Ауыр еміз дегенше ертең 15-інде Москвада представитель лазерный коррекция. Коагуляция салбат. Походу көріп мекемеде лазерный хирургияда, лазерный хирург болып жұмыс жасаймын. Біздің клиникаға келетін болсақ, біздің клиникада екі операционный бар. Лазерный хирургия облыс бойынша жалғыз біздің клиникада. Біз екіншілік катаракты, торы қабатын сетчатка дейді, оның басқаша торы қабатын укреплениясы лазерный коагуляциясын жасаймыз, эридотомия жасаймыз, және интравитральный инъекциялар жасаймыз көзге, то есть сода в основном бізде қазір. Осы Аскелепи мед орталығында невролог маман болып жұмыс жасаймын. Өзім стажыма келетін болса, неврология мамандығы саласы бойынша 23 жылдан бері жұмыс жасап келемін. Қазіргі таңда осы Аскелепи мед орталығында офтальмология және неврология клиникасы деп аталады. Неврологиялық біз науқастарға көмек көрсету біздердің басты мақсатымыз. Қазіргі таңда неврологиялық науқастардың саны өте көп. Амбулаторлық емге бұйырылған науқастар бізге келіп ем алып жатыр қазіргі таңда. Невролог әртүрлі қазір науқастар көп, оның ішінде инсульт кеселігі, инсульт дейтін бұл қазіргі таңда бүкіл дүниежүзі бойынша көбейіп кеткен. Былай айтқанда, ең соңғы статистикаға қарағанда инсульт бұл 6 адамның бірі инсультке шалдығады. Егер Қазақстанда алып қарайтын болсақ, статистикада бір жылда 40 мың адам инсульт ауруына шалдығады.
сол инсульттан кейінгі науқастар бізге келеді. Қайта қалпына келтіру дәуіріне бізде клиникамызда ем қабылдайды. Thank you.